ағайын. Бүгін 27 қараша, орысша ноябрь, Мерсин қаласы көрдіңіздер, жерорта теңізінен сіздерге түсірім жасап жатырмыз. Судегі жып-жылы. Жып-жылысы. Шомылы тұрады. Қаласының Ердемлі деген ауданы. Ердемлі деген Анталияға, Аланияға кішкене жақынырақ. Негізі осы Мерсин қаласы мына жақтан басталады. Былай қарай кете береді. Созылады 100 шақырым, 100 километр болады екен. Біздікі осы Ердемлі деген ауданы. Ал кеттік ары қарай. Біз жүргізуші болу үшін ең басты мәселе ол жалпы ереженің бәрін жаттап алу болады, бірақ уақыт керек. Біз енді тезірек рөлге отырғымыз келеді, машина жүргізуіміз келеді. Бірақ жүргізуді кішкентай бала болса да үйренеді, бірақ сол жүргізгенде ешқандай ережені бұзбай, полицияның қолына түспей, ең бастысы апатқа түспеуді ойластыру керек. Соны бастапқыда ең басынан түсіну үшін біз деген жол жүру ережесінің терминдері бар. Сол терминдерді айта кету керек. Терминдер көп, бірақ сол терминдердің негізгісін айта кетейік. Сол көп адамдар шатысатын терминдер бар. Ол тоқтау деген. Тоқтау деген негізі 3 түрлі мағынаны береді. Бірінші тоқтау ол әдейілеп тоқтау, екіншісі амалсыз тоқтау, үшіншісі жүріс барысында қажет болғаннан кейін тоқтау. Сол тоқтаудың енді түрлеріне кішкене тоқтай келсек, көбінесе біз енді тоқтаймыз ғой, магазинге тоқтаймыз, адам қол көтерсе тоқтаймыз, бір адамды түсіру үшін тоқтаймыз деген сияқты. Оны біз әдейілеп тоқтау дейміз. Әдейілеп тоқтаған кезде кез келген жерге тоқтай соға болмайды. Ол жолдың үсті, машина жүретін жолдың үсті. Оны жүргін бөлік дейді да, оның сырты тротуар деп айтамыз, немесе жолдың жиегі дейміз. Сол тротуар мен автомобиль жүретін жолдың арасында не бар? Көбінесе бордюр болады. Сол бордюрдің түбі жолдың шеті деп аталады. Яғни әдейілеп тоқтағанда жолдың шетіне тоқтаймыз. Жолдың шетіне тоқтағанда біз міндетті түрде жаңағы оң жақ поворот дейміз бе? Сол поворотты жағы тоқтауымыз керек. Орнынан қозғалғанда сол жақ поворот жағып қайтып кетіп қаламыз. Оның себебін келесі сабақтарда біз айтамыз, не үшін поворот жағады екенбіз. Енді екінші тоқтаудың түрі ол амалсыз тоқтау. Амалсыз тоқтау деген машина сынып қалуы мүмкін, апатқа түсіп қалуы мүмкін, немесе алдында үлкен бір кедергі болып қалуы мүмкін. Ол жүре алмайтындай болып қалады. Ол жолдың шеті емес ортасында болуы мүмкін. Сондықтан ондай жерде тоқтағанда біз аварийка дейміз, мысалы, аварийканы жағамыз. Білеміз ғой аварийка не екенін. Соны жағып тоқтаймыз. Одан кейін үшінші жүріс барысында тоқтау деген түрі, ол жүріп келе жатқан кезде адамды жіберу үшін тоқтаймыз. Қызыл бағдаршам жанғанда тоқтаймыз, немесе алдымызда кептеліс болғанда тоқтаймыз. Полиция қызметкері тоқтатады, жедел жәрдем керек болса оларға жол береміз деген сияқты. Жол беру кезінде, басқа кездерде жүріс барысында тоқтауды, оны жүріс барысында тоқтау дейді, немесе қызмет бабымен тоқтау деп айтады. Келешекте біздің осы сабақтарымыз бәрі осы жерде болуы мүмкін. Бұл осы біздің тұратын үйіміздің төбесі. Бұл жерде енді келешекте столдар қойылады, орындықтар, осында отырып шай ішуге де болады. Енді сіздерге келетін болсақ, терминдерді жаңа айттым ғой. Тағы бір терминдер бар, жаңа көрініс деген. Негіз көріністің екі түрі бар. Біреусі жеткіліксіз көрініс, екіншісі шектелген көрініс.
жеткіліксіз көрініс деп мына қараңғы кезде айтамыз. Қараңғы кезде тұман болады, қар жауады, жауын жауады. Яғни біз алдымызда алысты көре алмаймыз. Оны жеткіліксіз көрініс дейді. Жеткіліксіз көрініс кезінде біз свет жағамыз, фар жағамыз, тұманды дейміз, тұманға қарсы. Ал енді шектелген көрініс деген кез келген нәрсе, ол автомобиль ма, ағаш па, алдыңызға өсіп тұрған, немесе басқа да көлік па, сіздің көз алдыңызды жауып тұрса, соны шектелген көрініс дейді. Ол шектелген көрініс бұрылыстарда да болады. Мысалы, бұрылып барса, жол ар жағы көрінбесе, немесе өрге кетіп барсаңыз, өрдің ар жағы көрінбесе, оны шектелген көрініс дейді. Шектелген көріністі біз не үшін айтамыз? Жүріп жатқанда сондай кездер болған кезде біз деген жылдамдыққа азайтып, аяғымызды тежегішке қойып деген сияқты дайын болуымыз керек. Көп адамдар апатқа түскен кезде сол 1 секунд болса да кеш әрекет жасайды. Яғни сол көз көрмей тұрған кезде оны ойламайды. Бірден көріп қалған кезде аяқты тежегішке басады. Ол басқанға дейін бір жарты секунд уақыт өтіп кетеді. Кейбір адамдарға 1 секунд өтіп кетеді. Сондықтан апатқа түседі. Сондықтан біздің келешектегі айтатын, сіздерге үйрететін нәрсеміз осы апатқа түспеу жолдары. Ал құрметті ағайын, егер сіз көлікті үйренгіңіз келсе, жай ғана көлікті жүргізу емес, сапалы, мәдениетті және білімді жүргізуші болғыңыз келсе, бізге аған хабарласыңыз. Өз білгенімізді сізге үйретуге дайынбыз. Қараңыздар, қандай тамаша. Бүгін ноябрь айының аяғы. 1-2 күннен кейін декабрь, қыс. Бірақ бізді қараңыз тамаша. Осындай қуанышты күндерді сіздерге де сыйлаймыз, иншалла.